сахарный диабетпен ауырып жүргендер және гайморитпен құтыла алмай жүргендер осы видеоның соңына дейін тыңдасаңыздар, мынау мандарин қабығынан қалай тұнба жасау керек, қалай емделуге болады, соны айтатын боламын. Мандаринді бәріміз жақсы көреміз, цитрусовый жеміс болғандықтан. Енді бұл мандариннің 4 штугын аласыздар, 4 штугының қабығын ашисыздар. Енді оның полный қабығын ашығаннан кейін, міне 4 штугын 1 литр суға осының 4 штугының қабығын салып қайнатасыздар. Сол қайнатқанды күнделікті ішіп жүрсе, қан диабеті көтерілуін тоқтатады. Өте ұзақ ішетін болса, емдеуі де мүмкін. Екінші, бұл гайморитті қалай емдейді? 250 мл суға осының 4 штук қабығын салып қайнатып, және соның буына мұрынды бұлай парлайтын болатын болса, онда мынау гаймор қуысын, былайша айтқанда гайморитті емдейді. Осы видео пайдалы болған болса, таныстарыңызға жіберіп қойыңыз, каналға тіркеліп алыңыз. Менде күніне 2 видеодан халық емі бойынша көптеген тегін ақпараттар беріп отырамын. Барлықтарыңызға ем болсын.